деген етістік. Бұл қосылғанда мына алиф мақсура мен хамзасы бірігіп ұзатылатын әліпке айналып тұр да, сондықтан рааху деп оқылатын шығар. Ар-рааху стағна. Ар-рааху стағна. Бұл жердегі әніміз тағы да ән деген мұдари етістіктің басына келіп насып жасайтын қосымша, алайда бұнда өткен шақтың алдына келіп тұр. Келеді ондай жағдайда. Истағна етістігіміз ағына деген етістікті өткен болатынбыз 4-ші бапта. Соның ғания деген етістіктің 10-шы бабы истағна, өзін бай санау, өзін мұқтаж санамау. Сондықтан мұқтаж болмады деп аударып жүрміз. Аяттың аудармасында Құран қызметте мұңсыз деп, өзін мұңсыз көргендіктен деп аударыпты. Мағынаны дұрыс аударған. Истағни, истағни, истағна, мұстағнин, әл-мұстағни, мұстағнан анху деп келе береді. Мұқтаж болмады. Ән харфун мастари қыздар. Мастар жасайтын ән. Мазидың алдында да келе береді. وهي مع مدخولها өзі кірген етістікпен бірге фи тәуили мастар, мастармен түсіндіріледі. Фи махалли насби мафул ли әжлихи. Мафул ли әжлихи мақсатында келіп тұр. Негізінде қыздар Құранда болсын, современный мәтіндерде болсын, әнна деген мастар жасайтын қосымшалардың алдындағы харфудерлер түсіп қалады. Сондықтан бұның басында бір ли деген болғандығы үшін деген мағынаны білдіретін ли бар. Екеуі бірге мәфулли әжлих болып тұр дейді. Күйді білдіретін, себепті білдіретін, себепті білдіретін мастар мәфулли әжлихи деген соның орнында тұр деп қаралады. Ра'a фи'лун мадин мабниun ala al-fath al-muqaddar ala al-alif. Негізінде мына жерде екі ғой, мына өзі ра, алиф мақсура бар ғой. Осы алифтің үстінде фатха бар деп қаралады деп солай ираб жасаған екен. Біз ондай толық ирабына кірмейміз әдетте. Фи'лун мадин деулеріміз жеткілікті. Біз әл-фа'ил мустатир тақдируһу хуа, соңындағы ху өзін көрді десек мәфул бихи. Көріп тұрсыздар? Фи махалли насби мәфул бихи. Истағна етістікті сөйлем, сондықтан етістікті сөйлемді аламыз. Мынау бірінші мәфул қыздар. Мынау болатын болса екінші мәфул болады. Өйткені өзін не деп көреді, өзін не ретінде көреді дегенде екі мәфул бихи алатын етістіктер қатарына жатады. Ра'a. Бірінші мәфул бихисінің негізі мұптада, екіншісінікі хабар. Алайда ра'a етістігінің мұптадамыз бірінші мәфулі болады, хабар сөйлеміміз екінші мәфул бихисі болады. Фи'л мадин тағы да мұқаддар, соңында фатха көрінбейтін фатха, әліптің үстінде. Ва жумлат истағна фи махалли насып мәфул бихи сәлімнің орнында тұр. Екінші мәфул бихиден. Ха тауду алал инсан. Хәміз инсанға қайтып тұр дейді. Яғни өзін бай көргендіктен, мұқтаж емес ретінде көргендіктен адам баласы шын мәнінде азады дейді. Адам баласы азады, не үшін азады? Өзін мұңсыз, ешкімге, яғни Аллаға мұқтаж емеспін мен деген мағынада келіп тұр. Бұл түсінікті қыздар? Лиән рааху да, лиән рааху стағна деп қосып кетеді. Estağfirullah. İnne ila rabbika ruca. Шын мәнінде қайту Аллахқа дейді. Yani қайту, Аллахқа қайту. Орындары ауысып кеткен мұнда. Руджа біраз есім түрінде келген қыздар. Мастар деп қараған еді, мастар емес екен. Әдетте руджу деген мастары бар, раджа деген етістіктің. Алайда тікелей қайту деп беріпті бұл сөзді. Бұл енді қандай аят? Енді білесіздер, есімді сөйлемге кіреді. Бізде мына сөйлемімізде, қараңыздар, бұл сөйлемде, негізі бұл сөйлем есімді сөйлем дегенде былай келу керек. Ар-руджа, қайту, кімге? Аллахқа деп келу керек еді. Негізгі сөйлеміміз мынандай сөйлем. Ар-руджа, қайту. Yani kıyamette өлгеннен кейін бітті ғой, қайтамыз ғой. Ар-раджа иля раббик. Қайту Аллахқа, Раббыңа.
Bizde ne ретінде келіп тұр? Мына иля раббика алдыға шығып кетіп тұр аятта, қараңыздар. Хабар мұқаддам болып тұр сондықтан. Жар ва мәжрур ғой негізі. Жар ва мәжрурлер негізінде ар-руджуа якуну деген етістік түсіп қалған, сонымен байланысты деп қаралатына. Иля және де жар ва мәжрур дейміз. Харфу жар және исм мәжрур. Содан кейін инна басына келе береді. Басына инна келе береді. Руджаның харекеті өзгеріп тұрған жоқ, қараңыздар. Мүптада болса да, иннаның кирге қайтқаны болса да, соңындағы әлиф мақсураның үстінде харакат көрінбейді. Сондықтан мұқаддар фатхамен мансуб болып тұр дейміз. Инна харфун насих иля раббика жар ва мәжрур мутааллиқ би махзуфи хабар. Махзуфи хабар деген мына түсіп қалған хабармен байланысты. Мұқаддам, yani haber inne mukaddem. Er-ruca ismu innem el-muakhar. Tolgirabın bermepti. Bersi yani mensubun bil fethati ditnik. Alayda fethamız görünbeyt. El-mukaddara. Ala elif. Eliftin üstüne lit teazzür dit. Ananday. Aytılığı kıyın bolgandıktan түсіп қалған деген мақсатта осылай иғрап беріледі. Vel cümle isti'nafiye, жаңа басталған сөйлем, İraqda mahalle жоқ. Енді араайтәлләзи деп аят, келесі аят басталады. Нестағизу билlah. Араайтәлләзи янха. Янха деген етістігіміз мәнаа сияқты етістік. Емсалды деген. Әмір біл маруф, нәхи анил мүнкар дегенде, мына нәхиюн деген мастарды қолданамыз. Нәхиюн анил мүнкар дейміз мысалы. Бізде аятта янха келді. Тыйым салады дегенді білдіреді. Әлләзи янха болса тыйым салатынды. Тыйым салған кісіні көрдің ба дегені ғой. Араайтәлләзи янха. Бұл уже Аллахқа қайтып тұрған жоқ, қыздар. Тыйым салып атқан адамды көрдің ба? Кедергі болып жатқан адамды көрдің ба? Арайта дегенде деген сұрақты білдіреді, қыздар. Раайта сен көрдің ба? Бұл төртінші бап емес, бұл кәдімгі түбір етістік қой. Раайта. Түсіндіңіздер ме, қыздар? Сондықтан әмізді деген, мына басындағы әміз үлестейікші. Әм әл-хамза лил-истифам, әт-таъаджуби, біраз таңғалу мағынасын білдіретін сұрақ белгісі. Ра фи'л мадин мабни, әт-та фа'ил. وجملة أرأيت مستأنفة تغجع سلم لا محل لها من الإعراب. الذي مفعول به دور داتر تنطن في محل دي بيرب سايمس اسم موصول في محل ناصب يمكن منصوب اسم دور داتر مفعول به. ينهى الذي كنسي ونص لاصب ولوبرك تنطن ينهى فعل مضارع بضمة سكون بيت مقدرة على الألف والفاعل هو ضمير مستتر. المفعول الثاني محذوف قزابوزيك مفعول به алатын етістіктерден кімнің не екенін көрмедің ба дегенде түсіп қалған дейді. وهو جملة استفهامية, сұрақ сөйлемі. دل عليها قوله, сұрақ екендігіне білдіріп тұр. ألم يعلم بأن الله يرى сөйлемі білдіріп тұр дейді. Сол сөйлем, яғни мынаның сұрақ екендігін білдіріп бұл сөйлемнің дейді. Жүмлат янха силат маусул ла махалла лаха минал i'rab. Estağfurullah billah. Abden iza salla. Yani bir құл намаз оқыған кезде оған тыйым салғанды көрмедің ба деп келіп тұр ғой. Сонда қараңыздар, мына абданның i'рабын қарасаңыздар, мәф'ул бихи. Ненің мәф'ул бихисі? Алдыңғы аяттағы янханың мәф'ул бихисі. Yani aldığın ayatın жалғасы бұл аят. Абдан. Yani bir құлға кедергі болып жатқанды көрдің бе? Таңғалмағыңыздар. Көрдің бе, қарашы деген мақсатта. Алайда қай кезде иза салла, намаз оқып жатқан кезде бір құлды намаз оқымасын деп тыйып жатқан кісіні, адамды көрмейсің бе деген мақсатта, таңқалу мақсатында сұрақ белгісі ретінде келіп тұрды. Салла етістігіміз екінші бап.
салауат мағынасында да болғаны сияқты намаз оқу мағынасында да келген етістік қой. Салли бұйрық райы. Алайда бізде өткен шағы келіп тұр. Салла. Бұл Наср сүресінде фасалли ли раббика ванхар деп келгенде бұйрық райы еді ғой. Мына нені түсіндіңіздер ме? Абданның не үшін мәнсуп болып тұрғандығын. Басында алдыңғы аяттың несі бар екен? Янха деген етістігі бар. Тыйым салады. Неге тыйым салады? Кімге тыйым салады? Қараңыздар, бізде тағы да кімге дейміз? Арабша мақбул биһи. Кімге емес. إذا صلى إذا ظرف لما يستقبل من الزمان тек қана заман үшін келіп тұр мұнда. Мутааллиқ биянхамен қатысты. Салла фаал мади. Бұл изадан кейінгі келген сөйлем, салла деген сөйлем, изафет мудаф илей ретінде келеді дегенбіз. في محل جر مضاف إليه. هذا أرأيت إن كان على الهدى. Көрмейсің бе, егер ол Мұхаммед тура жолда болса да тыйым салып жатқан дегенді ары қарай жалғастырып жатырмыз. Худа деген сөздің өзі, бізде әдетте худа сөзі қалыптаспаған. Бұл етістік, хада деген етістіктен туындаған мастар бұл. Хадиюн деген мастары бар, худан деген мастары бар, хидаятун деген мастар. Біз көбіне хидаят бер деп жатамыз. Худан деген мастары да бар, хадиюн деген де мастары бар. Сөйлемнің өзін алып қарайтын болсақ, енді тәпсірін иншалла қалған тағы да 40 минуттарды қосамыз дедік қой, сол жерде тәпсірінен де бір қарап өтеміз Құдай қаласа. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت همزة مستعار استفهام تعجبي، يعني الاستفهام التعجبي دينا تنقل معنا عند سراق. رأى فعل ماض، فاعل أنت دين مقصد. جملة أرأيت مستأنفة جمع سوليم. إن حرف الشرط كان فعل ماض ناقص. كان دين سوز يسمى بر خبر بر بغانتان ناقص فيل دب قرالات. Алайда мудари болмағандықтан мады өзгермейді. Сондықтан өзгерсе де жазым болатын еді, соңы түсіп қалатын еді. Фи махалли жазым тұр дейді. Фи махалли жазмин ли фиали шарт дейді. Шарт фи етістіктің жазым махалінде тұр. Исмуха мустатир тақдиру хуа. Алал худа харфу жар бұлар мутааллиқ деп қаралады. Сондықтан би махсуфи хабари кәнан мен қатысты. وجملة إن كان على الهدى اعتراضية. أراغا كرген сөйлем. Яғни, арайты көрмейсің бе, ол тіпті тура жолда болса да деп, араға اعتراضية деген сөз алдыңғы сөйлеммен, яда сол сөйлемнің өзінің ішімен бір қатысы жоқ араға кірген сөйлемдерге اعتراضية сөйлем деп алынады. Яғни, себебі ана сөйлеммен бір қатысы болып тұрған жоқ, тікелей. Тіпті, мысалы, көрмейсің бе, оны тағы да көрмейсің бе деп күшейтіп тұр да. Содан кейін тіпті ол тура жолда болса да. Одан кейінгі етістікте соған ау амара бит тақуа. Тіпті ол кәнаға атып етіп тұр. Қараңыздар. Ин кәна алал худа